Армысыздар ардақты ағайын, назарларыңызда жаңалықтар. Арна тілшілер бүгінгі күннің басты маңызды деген ақпараттарын жеткізбек. Студия тізгінші Данаты Балқыбекұлы. Түркістан облысында шегіртке қарсы күрес күшейді. Түркістан облысында биыл шегіртке қарсы күрес науқаны ерте басталып, кең көлемде жүргізілуде. Құрғақшылықтың әсерінен зиянкестердің көбеюі артып, фитосанитариялық қауіпсіздік бас назарға алынды. Алдағы бейне материалға назар аударыңыздар. Түркістан облысында биыл шегірткеге қарсы күрес науқаны ерте басталып, кең көлемде жүргізілуде. Құрғақшылықтың әсерінен зиянкестердің көбеюі артып, фитосанитариялық қауіпсіздік бас назарға алынды. Облыс әкімі Нұралхан Көшеріп, Келес ауданына арнайы барып, атқарылып жатқан жұмыстарды бақылап, жауапты мамандар нақты тапсырмалар берді. Қазіргі таңда 421,5 мың гектар жер химиялық өңдеуден өтуде. 2000-нан астам маман жұмылдырылған. 400 арнайы техника, дрондар мен авиация қолданылуда. Тиімділік деңгейі 85-95% көрсетіп отыр. Ерекше назар мароккалық, азиялық және италиялық шегірткелер қарсы күрес. 1 миллион гектардан астам аумақта мониторинг, 2,2 мың гектар жер жырту жұмыстары жүргізілуде. Бұл тек ауыл шаруашылығын қорғау емес, өңірдің экономикалық және экологиялық қауіпсіздігін сақтау. Уақыттығы жұмыс қарқынды. Барлық күш жұмылдырылды, нәтиже басты назарда. Сайрам аудандық мәслихатының кезектен тыс 41 сессиясы өтті. Күн тәртібінде бірнеше мәселе назарға алынды. Сессия барысында мәслихат депутаттар бірқатар маңызды мәселелерді көтеріп, ұсыныс пікірлерін білдірді. Тілшіміз тарқататын болады. 8 шақырылымдағы Сайрам аудандық мәслихатының кезектен тыс 41 сессиясы өтті. Сессия отырысына аудан әкімі Мадияр Мұхтарұлы, аудандық мәслихат төрағасы Шамхат Қалмұратов, сондай халық қалаулылары мен аппарат қызметкерлері қатысты. Күн тәртібінде бірқатар маңызды мәселелер қаралып, атап айтқанда, Сайрам аудандық әкімдігінің құрамын келісу, сондай-ақ жер қатынастары жөніндегі аудандық комиссияның құрамы мен ережесін бекіту туралы ұсыныстар талқыланды. Қаралған мәселелер бойынша тиісті шешімдер қабылданды. Әкімдіктің құрамы өзгерістірілгелі отыр. Бүгінгі таңда аудандық жер қатынастары бөлім басшысы орнына Ажыбеков Рамазан Нұрлыбекұлын ұсынып отырмыз. Әкімдіктің құрамына және де аудандық жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар бөлім басшысы Абылғазиев Дулат Талғатұлын ұсынып отырмыз. Осыған байланысты әкімдіктің 17 наурыздағы 2026 жылғы 4-ші шешімін бекітіп берулеріңізді сұранамын. Біздің Қарабұлақта септік мәселесі бар ғой, канализация. Аудандағы барлық нелер сол жерге қосылған. Қазіргі таңда мынау Залиния жақта үлкен кәсіпорындарда іске қосылып жатыр. Олардың бәрі сол септікке уланып жатыр. Бірақ септіктің жағдайы өте нашар. Ол жердегі дәріленмейді. Қазір күні сырған кезде мынау трассаға, ауылға жайылып жатыр. Сол мәселені қандай да бір ямалар, 8 яма бар, солардың бәрін бір реконструкция жасау керек па, облыс или республикада ұсынып, соны назарға алсаңыз деген бір ұсыныс бар. Сессия барысында мәслихат депутаттар тарапынан бірқатар маңызды мәселелер көтерілді. Сайрам аудандық мәслихатының депутаты Уалихан Дүйсенбаев Қайнарбұлақ ауылдық округіндегі жер кезегінде тұрған азаматтарға қатысты жер берудегі кемшіліктерді ашып айтты. Қайнарбұлақ ауылдық округінде Сайрам аудандық бізде мынандай мәселе отыр. ЛПХ-ға сол ауыл округінің арасынан ауыл әкімдері жер шешімі шығарып береді. Сол жерде мынау ненің қорытындысына сәйкес, біздің комиссияның қорытындысына сәйкес сондай мәселелерді назарға алып, сондай жағдайлар болған жағдайда бұзып халықтың кезекте тұрған халыққа беруді ұсынып отырмын. Именно бізде 2 мәселе Қайнарбұлақта көрген. Осы күндерде ме? Осы күнде ме? Именно 2025-тің январынан осы қазірге дейін. Біреу 19.09 30 ішінде ЛПХ-ға берілмейді. Ол тек қана тұрғын үйге өшіретті тұрған кездерін. Бұл есепте отырмыз. Жауап бердік. Одан кейін жаңа тұрғын үй кезегінің соңғы мәрте негізі 2018-де жер берілген, одан бері берілген жоқ. Жеке қосалқы шаруашылығына жер негізі кезексіз берілді. Кезексіз берілді. Жаңа 2 адам өтініш жасаған, 2 адамға берілді. Ол именно елді мекен шегіне жатады. Қарабұлақтың ішіндегі центральный жолдарын қашан ретте келтіреміз, су біткеннен кейін. Су біткеннен кейін, Соны Маке, мен өткенде де айттым, мен Кәмілжанға да айттым, барған кезде де халыққа жиналғанда айттым. Суды бітпей, ол жол бітпей.
Қазіргі таңда мынау Қарабұлақтың көпірінен бері қарай 3-ші слой салып келеді. Көріп отырсыздар, мынау сигнал заправка дейін салып кетеді. Оған дейін бірақ ол жоспар бойынша 26-да біту керек. Қазір қайтып переходе 6,5 миллиард ақшасы тұр мұнда. Республикада солай емес па? Судың. Жәке, судың қанша 6,5 миллиард? Қазір өткенде 300 миллионы қаралды. Әлі 6,5 миллионы бар. 5,5 миллионы бар. Миллиард. Жалпы 27 жылғы жоспарланған 27-ге дейін, мен айтамын да, 27-ге дейін ол капитальный болмаса да Бақтияр бұл жол облыстық маңызы бар жол ғой. Оны кімге айтып, оңтүстік жолдарын айтып, ямочный бір қайбір жылы бабыр ма? Айқайшы көтеріп, ямочныйлар істеп кеткен еді ғой. істеп болады, Тесікке тряпка қойғандай. Істеген елін дұрыстап істету керек та, бір жаңбыр деген шағыл. Жалпы атаулар істеп кетеді, артынша сразу шашылып кетеді. Кос айтып отырсыз ғой, кос мен сізбен толық келісемін. Қазіргі таңда ол жер өз күшімен жұмыс жасап жатқан жоқ. Ол жерге модернизация керек. Бұл жерде өткенде облыс мәслихаты депутаттарымен де ақылдастық, облыстан бір ақырдан ақша сұрап, дополнительно қасына резервуарлар саламыз ба деп. Қазір күші жетіп жатқан жоқ. Оған бірақ қазіргі таңда біздегі мынау сайрам тазалық оны постоянно үстінде жігіттер қадағалайды. Келіп, костың өзін емес, шетіне төп кетеді деген әңгімелер болады. Оның бәрін қадағалап, қасында бір сторож қойып қойған, бір сол жағында бойнясы бар үй бар, сол келген машиналарды бәрін қарап отырады. Недай бұл сыртқа төгеді, видеоға түсіріп, сайрам тазалық жігіттерін жібереді, олар полицияға беріп, айыппұл салып жатыр. Бірақ қазіргі таңда ол төгім olsa неге келіп жатыр? Костың өзіне кіріп жатыр, соның өзіне күші жетіп жатқан жоқ. Себебі ішінде оның өзінің құрттары болады, құрттарына салып жатқан жоқ. Қанша адам істеп жатыр, Жәке бойынша? Кезек-кезек очередь. Ал сессия барысында көтерілген мәселелер хаттамаға енгізіліп, сала мамандарына ұсыныстар жолданып, алдағы уақытта тиісті жұмыстар атқарылатын болады. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар әлеуметтік ортада толыққанда еш кедергісіз жүріп тұруға құқылы. Алайда кейбір кәсіпкерлік нысандар мен орталықтарда талаптарға сай келмейтін пандус орнатылған. Сайрам ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің мамандары зерделеу жұмыстарын жүргізді. Алдағы бейне материалға назар аударыңыздар. Мүмкіндігі шектеулі жандардың жүріп тұруына қолайлы жағдай жасалу керек. Ол үшін барлық нысандардың алдында талапқа сай пандустар орнатылып, зағиптар жүретін жолақтар мен тактильді белгілер тақтасы болуы қажет. Ал Сайрам ауданында мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін мұның барлық қаншалықты қолжетімді. Мұны анықтау үшін Сайрам аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің мамандары арнайы рейдтік іс-шаралар өткізді. Аудан әкімінің қаулысымен мүгедектігі бар адамдарға қолайлы жағдай жасап, оларға андай кедергісіз орта қалыптастыру мақсатында аудан әкімдігімен арнайы комиссия құрылған болатын. Бүгін осы комиссия мүшелері тарапынан мынау Ақсүйкент ауыл орталығындағы әлеуметтік кәсіпкерлік нысандарының хал жағдаймен танысу мақсатында арнайы осы жұмыс тобы шығып аралау мақсатында біз жоспарлы жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Енді осы барлық әлеуметтік кәсіпкерлік нысандарын хабарландыру құлақ қағыс ретінде айтып жатқанымыз, мынау заң аясында мүгедек бар азаматтарға әрбір кәсіпкерлік, әрбір әлеуметтік нысан иелері қолайлы жағдай жасау керек, ол кісілерге кедергісіз орта қалыптастыру керек. Осы ғимараттардың, нысандардың кедергісіз кіріп шығуына қолайлы жағдай жасау әрбір кәсіпкерлік, әрбір әлеуметтік нысан иесінің міндеті болып табылады. Заң аясында осы кәсіпкерлік, әлеуметтік нысандардың иелеріне Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің баптарына сәйкес жауапкершілік қаралған, арнайы айыппұлдар мөлшерлері белгіленген. Соған сәйкес ондай нелерге жеткізбей, алдын ала жұмыстарды қолға алып, мүгедектігі бар азаматтарға, ол кісілерге осы біздің ортамызға бейімдеу мақсатында кедергісіз орта қалыптастыру, ол барлық қызметкерлердің, барлық азаматтардың борышы деп есептейміз. Бұл Ақсүйкент ауылындағы халық банк бөлімшесінің алдында орнатылған пандус. Оның көмегімен жарымжан адамдар күнде нысанға кіріп шыға алады. Ол қаншалықты ыңғайлы, мұны бүгін сала мамандар тексеріп көрді.
Мүмкіндігі шектеулі азамат арбамен әзер көтерілді. Сала мамандар алда уақытта орын алған бірқатар кемшіліктер түзеуге шақырды. Қазір біз енді бірқатар нысандарды аралап көрдіңіздер. Сіздермен бірге барлық кәсіпкерлік әлеуметтік нысандар олардың хабардары бар, бірақ заң аясындағы талаптарға кейбір нысандар сай емес. Сол мақсатында біз түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бүгінгі күнге кәсіпкерлерге ол жөнінде түсіндірме жұмыстары жүргізілген. Осы Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Түркістан облысы бойынша департаменті тарапынан тұрақты түрде мониторинг жұмыстары, одан бөлек біздің ауданымызда да осы арнайы комиссия құрылған. Жыл сайын комиссия мүшелері тарапынан тұрақты түрде осы әлеуметтік кәсіпкерлік нысандарға иелеріне түсіндірме жұмыстары жүргізіліп келеді осы уақытқа дейін. Арнайы топ әлеуметтік нысандарда жоғарыда аталған кедергілер бойынша ескертулер беріп, алда уақытта кемшіліктерді жойып, мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы орта қалыптастыру үшін әлде жұмыстар атқару керектігін айтты. Бұлақ көрсең көзін аш. Мемлекет басшысының Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында Сайрам ауданы Қарабұлақ ауылында ауқымды сенбілік ұйымдастырылды. Тазалық шарасына аудан әкімі Мадияр Оразалиев, аудандық мәслихат депутаттары, ерікті жастар, сондай коммуналдық сала қызметкерлері мен ауыл тұрғындары арнайы қатысты. Бұлақ көзі ашылып, айнала күл қоқыстан тазартылды. Сайрам ауданында сенбілік жұмыстар жүйелі түрде іске асырылып келеді. Кезекті сенбілік шарасы Қарабұлақ ауылдық округінде ұйымдастырылды. Таза Қазақстан республикалық экологиялық бағдарламасы аясында өткен бұл игі шара барысында Қарабұлақ ауылындағы Қаттыкөл бұлағында Жасыл қала және Мөлдір бұлақ акциялары іске асырылды. Бүгін мемлекет басшымыздың Таза Қазақстан экологиялық акциясының аясында бүгін Қарабұлақ ауыл округында жиналып отырмыз. Бұлақтың басында мемлекет басшысы өткенде өз сөзінде айтып кетті, бұлақ көрсең көзін аш деп. Сол бүгін аудан әкімдігі Қарабұлақ ауыл округінің тұрғындарымен мына жерде халық қалаулары отыр. Одан бөлек көрікті сайрам, жастар, еріктілер барлығымыз кеп осы бұлақтың көзін ашқалы отырмыз. Бұл жерде 100 жыл болған ағаштар қазіргі таңда құлап, солардың бәрін жаңартып, жаңа мынау қалқан жапырақты ағаштар егіп, осы жерде осы іс-шараға бастағалы тұрмыз. Одан бөлек өткенде халықпен кездескен кезде осы бұлақтың басында заңсыз иеленіп алған жер егелері бар екен. Оны да қазіргі таңда облыстық жер инспекциясына беріп, бұл мәселені толыққанды анықтап жатыр. Мүмкіндік болса, оны қайтып алып, осы ауыл әкімінің балансына беріп, осы жерді демалыс орнына айналдыру керек. Халықтың келіп, осы жерде демалып, көңіл көтеретін жер. Одан бөлек алдымызда мына жақта Қаттыкөл деген көліміз бар. Оның үстінде де осы Қарабұлақ ауылдың барлығы сол өздерінің бау-бақшаларын осы сумен қамтамасыз етеді. Өткенде халықпен кездескенде де осы мәселені көтерді. Соны қазір ватқоздың бастығы бар. Оны іс-шарадан кейін өзіміз сол жерге барып, атпен өз көзімізбен көріп, техника кіретін мүмкіндік болса, техникаларын кіргізіп, сол көліміздің бер жақ қарай көзін ашқалы отырмыз. Одан бөлек осы жердегі бұлақтарды қазіргі таңда барлығымыз кірісіп, бұлақтардың көзін ашайық. Бұл іс-шара тоқтамайды. Әр сенбі күні сенбілік жұмысы, бір аптада сенбілік жұмысы болса, келесі аптада осы ауданымыздағы 35 бұлақты кезең-кезеңімен бұлақтың көзін ашып, тазалау жұмыстары өз деңгейінде жүріп жатыр. Біз қазір осы жерде болса, қазір жолда мен келе жатырмын, Қарасудан өттім, Көлкент ауыл округынан өттім, бүкіл барлық қызметкерлер шығып, жолдың екі бетін тазалық жұмыстарына өз деңгейінде көңіл бөліп отыр. Сондықтан да айтарым, осындай іс-шараларға барлығымыз белсенді қатысып, бұл деген өзіміздің туып өскен жеріміз, әр адам бір тал егетін болса, бұл деген ертең күні Қарабұлақ ауылы болсын, ауданымыз болсын, барлығы көркейеді, жаңғырады. Сондықтан да барлықтарыңызға үлкен алғысымды айтқым келеді. Тазалық шарасында бұлақтың көзі тазартылып, айналасы ретке келтіріліп, абаттандыру және көгалдандыру жұмыстар жүргізілді. Қураған ағаштар кесіліп, бұлақ маңындағы тұрмыстық қалдықтар толықтай жиналды. Ауқымды сенбілікке 600-ге жуық адам белсенді қатысып, 8 арнайы техника жұмылдырылды.
Атқарылған жұмыстар нәтижесінде 3 тоннаға жуық қоқыс шығарылып, табиғи аумақтың тазалық қалпына келтірілді. Міне бүгін аудан әкімі Қарабұлақ әкімшілігі біргелікте таза Қазақстан бағдарламасында Қарасу өзенінде тазалық жұмыстары атқарылып жатыр. Бүтін халық ел болып, машы бұлақтарының көзін ашу үшін бірінші өзіңден баста дейді ғой. Ең таза су машы Қарасу суы болады. Bundan көп халық су ішеді. Енді Қарасуны өзіміз тазалamasak, өзіміз hareket қылмасақ, өзге жақтан кеп Қарабұлағын тазалап бермейді. Шуның үшін мына өзенге жақсы қарап, тазалық қылып, мусор тастамай, халық білен бірге болып, әкімшілік білен бірге, тазалық білен бірге болып, іш ақтаруымызды мен көпшіліктен сұрап қаламын. Акция барысында сөз алған партияның аудандық филиалының атқарушы хатшысы Қуаныш Сыздықов бұл бастаманың маңыздылығына ерекше тоқталды. Бұл ретте партияның қоғамда белсенділігі мен нақты іске бағытталған ұстанымы айқын көрінді. Тек сөзбен емес, нақты іс-әрекетпен дәлелденген мұндай шаралар ел ішінде экологиялық мәдениетті қалыптастырып қана қоймай, азаматтық жауапкершілікті арттыруға да үлес қосуда. Құрметті жерлестер, құрметті мына Сайрам ауданы тұрғындары, бүгін мына Қарабұлақ ауыл округінде Аманат партиясының ұйымдастыруымен Таза Қазақстан акциясы, президентіміздің үлкен алдыға қойған бағдарламасы, бұл Мөлдір бұлақ. Мөлдір бұлақта 1000 адам деген акциямен бүгін Қарабұлақ ауыл округінде 1000 адамға жуық адамдар шығып, мына Каттакөл бұлақтың көзін ашып, осы жерде тазалық жұмыстары жүріп жатыр. Оған бүкіл ауданымыздың Аманат партиясының мүшелері, мәслихат депутаттары, бастауыш партия төрағалары барлықтары келіп, президентіміздің саясатын қолдап, мына ынтымағын көрсетіп, бұлақтың көзін ашып, Таза Қазақстан. Бұл Таза Қазақстан акциясында ең керемет жер өздеріңіз білесіздер. Енді бұл дамып жатыр, еліміз алдағы қарай күннен күнге өркендеп жатыр. Сондықтан президенттің қойған тапсырмасы бұл ең басты тақырып, бұл денсаулық. Тазалық болған жерде денсаулық болады. Дені саудың тәні сау деген, жаны сау деген. Сондықтан барлықтарыңызды осы акцияға қатысуға шақырамын. Бұл акция тоқтап қалмайды бұнымен. Бұл бүкіл ауданда, бүкіл ауыл округтерінде күнделікті апта сайын өзінің жалғасын табады. Сондықтан барлықтарыңызды Таза Қазақстан акциясына шақырамын. Сонымен қатар тазалық шаралары аудан аумағындағы барлық ауылдық округтерде тұрақты жүргізіліп, көшелер, арғатсыздар, кәсіпорындар мен мемлекеттік мекемелердің аумақтары күл қоқыстан тазартылып келеді. Жалпы аудан бойынша сенбілікке 3619 адам қатысып, 19 техника жұмылдырылып, 16 тонна қоқыс арнайы полигондарға шығарылды. Әзірге айтпағымыз осы. Зейін қойып тыңдағандарың үшін үлкен рахмет. Ұмытпағайсыз, Сайрам телеарнасын қашанда көпшілікке айтары бар. Бастысы аман, сау болыңыздар.